Сайысты тілдерді дамыту басқармасы және мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында құрылған қосымша білім беру орталығы ұйымдастырды. Жалпы байқауға қатысуға 93 оқушы ниет білдіріпті. Оның 10-ы іріктеліп, ақтық мәреге жетті. Жанат Мұхамеджановтың айтуынша, қатысушылар әртүрлі формада жазылған шығармаларында ой тұжырымының логикасы мен образдылығын сақтай отыра, мәңгілік ел тақырыбын аша алды. Байқау екі тілде өткізіліп жатыр, қазақ және орыс тілінде. Қазақ тілі шығармаларына 70-тен астам үміткер қатысты, орыс тілінде 20-дан астам үміткер қатысты. Байқауда негізгі бұл шара алғашқы рет ұйымдастырылып отыр, жыл сайын дәстүрге айналады деген ойдамыз. Байқауға жалпы білім беретін мектеп, лицей, гимназиялардың және облыстық білім мекемелерінің оқушылары қатыса алды. Солардың бірі Ақнұр Қажығалиева. Ол Шалақын ауданы Ақсу негізгі мектебінің оқушысы. Талай жобалар сайысы мен түрлі оқуларда бағы жанған жеткіншек биыл алғаш рет шығармалар байқауына қатысыпты. Тіл мәселесіне келсек, біз жұтылып кететін сияқтымыз ба қалай деген ойлар мені мазалағандықтан мен осы шығармамды жаздым. Мен осы былтырғы жылы қала мектебінің 8-ші сыныпта оқыдым. Қарап отырсам, қазақ мектебі деген атағы бар екен. Бірақ ондағы оқушылар бір-бірімен қараша сөйлеспейді екен. Сондықтан осы шығарманы жазғым келді. Жарыс қорытындысы бойынша Жайна Балтабаева және Евгений Весельский бірінші орынды иеленсе, Аяна Мамутова мен Камила Байканова екінші орынды иеленді. Ал Ақнұр Қажығалиева, Амир Жеменко үшінші орынға лайық деп танылды. Жеңімпаздар 15-17 мың теңге көлеміндегі сыйақымен марапатталды. Бірінші орын алған оқушылардың ұстаздарына алғыс хаттар табысталды. Лаура Талипова, Ерлан Қалиев, ақпарат.